ұжымда облыстың меңгерушісі Сыпатаева Мара Қалынқызы жаңа таныстырып өткендей, магистрлер шығармашылық тобы құрылғандығы туралы жақсы хабармен, жағымды жаңалықпен сіздермен бөліскелі отырмыз. Біздің магистрлер шығармашылық тобының мақсаты ғылыми жұмыстарды дамытудың басым бағыттары бойынша әдістемелік көмек көрсету, жаңашылдықты анықтау, құру және енгізу, шығармашыл, пікірлес педагог ұжымын қалыптастыру. Міндеті оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамытып, ғылыми жобамен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру, ғылыми жобалардың жұмыстардың басым бағыттарымен жұмыс істеу және жас мамандарға, әріптестерге әдістемелік қолдау көрсету. Үшіншіден, ғылыми конференцияларға, жобаларға, байқауларға қатысу және нәтижелі жұмысты көрсету. Шынымен де 2021-2022 оқу жылында бүгінгі таңда біздің мектепте магистр ғылыми академиялық дәрежесі бар 14 педагог жұмыс істейді, яғни 12,7% құрайды екен біздің ұжымның. Ендеше осы магистрлер шығармашылық тобының мүшелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Айтжанова Әсел Серікбайына, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі Ақылтаевна Нұргүл Садуовна және креативті ұстаз Әйгерім Ермекқызы оқушыларды ғылыми жоба жұмысын жазуға қалыптастыру жолдары бойынша осы ақпан айында шара өткізеді. Келулеріңізді сұраймыз, шақырамыз. Келесі гуманитарлық бағыт бойынша Жұлдыз Аскарович, Дәбес Жәулетұлы, Әсел Маулиткалиевна, Назгүл Бауыржанқызы сабақ беру процесі барысында оқушылардың ғылыми жұмысқа қызығушылық, әріптестеріміздің айтқан ойлары және оқушыларымыздың арасында қандай байланыс бар? Жанады, жарқырайды. Демеңіздер, мүмкін магистр болсаңыздар, бұдан да жарқырайды сіздер. Тағы қандай ойыңыз бар? Оқушыларымызға шам естейміз. Жарық сәулесі. Жылылық сыйламыз мүмкін. Керемет. Қандай ойыңыз бар? Көздерін ашамыз. Көздерін ашамыз. Көп рахмет. Барлық жауаптар осы дұрыс жауаптар жатқан. Ал шын қандай тағы да ұсыныстарымыз бар? Келесі тренингті Әйгерім Қабдығалиқызымен Әсел мұғалімге береміз. Ақпаратпен, ғылыми ақпараттармен сына аламыз. Яғни сол жақыны тәрбиелейміз. Мен қызыл қалпақ, яғни эмоция. Біз оқушының эмоциясына әсер етіп, ғылыми жұмыстар жасау барысында оның таңғалып, көзінде от, көңілінде жалын оянуына әсер ете аламыз. Мен қара қалпақ, негатив, жаман ойлар, қиындықтар, кері тарту. Барлықтарыңызда мүмкін қолымнан келмейді, менің уақытым жоқ, қажет емес, 2 жыл уақытым босқа кетеді, қаржылар қиындық болады деген сияқты. Осылардың барлығын жеңіп, позитивке айландырыңыздар. Болашақ сіздердің қолдарыңызда. Оқушылардың дүниетанымын кеңейтіп, олардың зерттеушілік жұмыстарымен, сонымен қатар оқушылардың өз бетімен шығармашылық жұмыспен айналысуына траектория ретінде біз себепші бола аламыз. Мұнда қазіргі заманда практикалық мәселе шешетін, жоғары оқу орындарында дәріс беретін, зерттеулерін басқару қызметі сәнді жүзеге асырылатын магистратураға түсудің пайдасы. Сіздер не сыналамыз, біз енді саусақ. Құрметті ұжым, шын мәнінде Бір